131 сабақ 44 аттығу. Мәтінді түсініп оқы. Алматы облысы Есік қаласынан табылған алтын адам бейнесі дүние жүзін таңғалдырды. Қорғанға сақтың жас көсемі жерленген екен. Оның тәжінен бастап аяқ киіміне дейін жылқы, барыс, таутеке, арқар және түрлі құстарды бейнелейтін 4000 алтын әшекей қадалған. Бас киімнің алдыңғы жағына 4 алтын жебе салынған. Енді астындағы сұрақтар, мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар. Алтын адам қайдан табылды? Алтын адам Алматы облысы Есік қаласынан табылды. Және алтын адамда қанша әшекей қадалған? Онда 4000 алтын әшекей қадалған. Бас киімнің алдыңғы жағында қанша жебе салынған? Бас киімнің алдыңғы жағына 4 алтын жебе салынған. Осындай сұрақтар қойсақ болады. Келесі мәтінне сан есімдер тап, бұлардың дары күрделі екен ажырат дейді. Бірінші, мына жерде 4000 деген бізде сан есім, ол күрделі сан есім, өткен 4000 екі сөзден құралып тұр. Және мына жерде 4 деген сөз, ол да сан есім, бірақ ол дара сан есім, себебі бір ғана сөзден құралып тұр. 45-ші аттығу. Хабарландыруды оқып, оның дұрыс жазылмаған дәлелде. Хабарландыру сәуірдің 21 күні оқушылармен ұлттық мұражайға саяхат жасалады. Мұражайға кіру ақылы. Дәлелдеу барысында төмендегі сұрақты басшылыққа ал. Хабарландыру кімдерге арналған? Хабарландыру оқушыларға арналған. Мінеки жазылып тұр. Хабарландыруда не туралы жазылған? Хабарландыруда ұлттық мұражайға саяхат жасалатыны туралы айтылған. Келесі, саяхаттың уақыты орны нақты жазылған ба? Тек сәуірдің 21 күні болатынын айтқан, бірақ қай уақытта нақты уақыты жазылмаған? Бір қате, және хабарландыруды жазған кім дейді. Неққа қарасақ, хабарландыруды жазған кім екен айтылмаған. Сондықтан да бұл хабарландыру дұрыс жазылмаған. Нақты орны, нақты уақыты көрсетілмеген, және хабарландыруды кім жазғаны көрсетілмеген. Және соңғы сұрақ, хабарландыруда сан есімнің қай түрін қолдандың дейді. Хабарландыруда бұл жерде мінеки бір ғана сан есім бар, 21 деген, және ол күрделі сан есім болып табылады, себебі екі сөзден құралып тұр. Келесі 46-ші аттығу. Үлгі бойынша өзің хабарландыру жазып көр. Үлгі мінеки хабарландыру. Құрметті оқушылар, ертең 14 наурыз күні сағат 15:00-де мектептің акт залында кімнің мекені жақсы ертегісі бойынша қойылым болады. Кіру тегін. Мектеп әкімшілігі. Хабарландыру. Құрметті әріптестер, оқушылар, 21 наурызда сағат 13:00-де мектептің алдында «Қош келдің әз наурыз» атты мерекелік концерт болады. Мектеп әкімшілігі. Сіздер де осыған ұқсас хабарландыру жасаңыздар болады. 47-ші аттығу. Жұмбақты оқып шешуін тап. Бірін-бірі қоштаған, бірден көрдім 42 дос жаран. Бұның жауабы 42 әріп, яғни әліппе. Енді жұмбақтағы сан есімдердің дара күрделі екенін ажырат дейді. Бірінші бізде ол бір деген сан есім, ол дара сан есім. Одан кейін 42 ол күрделі сан есім болып табылады. 48-ші аттығу. Сурет бойынша әңгіме құрастыр. Арман, Аслан, Айгүл үшеуі орманға саңырауқұлақ теруге шықты. Айгүл саңырауқұлақтарды көре сала бірден іске көшті. Ал Аслан болса әлі де ойланып таңдап жүрді. Арман қолындағы бос себетіне саңырауқұлақ түріне қарамастан тез жинауға кірісті. Осылай үш дос үйлеріне көп саңырауқұлақ жинап алып келді. Мінеки бүгінгі сабақ аяқталды. Менің каналыма тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыз.